Сәлем достар. Қазақстан тарихынан 13-15 ғасырлардағы Қазақстан бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Бұл 6 сыныптың 3 тоқсанына арналған жиынтық бағалау. Сондықтан сіздер қолдарыңызға қалам алып, қаламсап алып, жазып сызып отырыңыздар. Және менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тақырып Моңғол империясының құрылуы және Ақ Орда. Оқу мақсаты көшпелілердің әскери өміріндегі жетістіктерін сипаттау. Тарихи оқиғалардың өзара байланысын анықтап, Қазақстан аумағында 13-15 ғасырларда құрылған мемлекеттердің сыртқы саясатын түсіндіру. Бағалау критерийі. Білім алушы көшпелілердің әскери өнерін жетістіктерін анықтайды. Бұл бірінші тапсырма бойынша орындалады. Және Ақ Орда хандарының сөздерінің оқиғалармен байланысын сипаттаймыз. Бұл екінші тапсырма. Бірінші тапсырма мәтін берілген. Төменде берілген мәтінді зерделеп, келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Шыңғыс хан мемлекеті әскери тұрғыдан ұйымдастырды дейді. Бүкіл территориясы менен халқы оң қанатқа, сол қанатқа және орталық бөлікке бөлінгенін сіздер өздеріңіз де білесіздер. Әрбір округ төменге бөлінді. Олардың әрқайсысы 10 мың адамнан тұрды. Мыңдықтар 10 жүздіктен, жүздіктер 10 ондықтан құралды. Мемлекеттің барлық аумағында 95 түмен болды. Мемлекеттің басты заңы жасақ деп аталынды. Енді сұрақ: Моңғол әскерінің жеңіске жетуінің себептерін анықтаңыз дейді. Мәтіннің өзінен көріп тұрғандарыңыздай 95 түмен болатын болса, әрбір түменде 10 мың әскер болатын болса, әскер саны жағынан да Моңғол мемлекеті күштілігін көреміз. Енді Моңғол әскерінің жеңіске жету себептеріне тоқталсақ, оның бірнеше себептері бар. Бірінші, моңғолдар әскери техникасы сол кезеңдегі ең жоғарғы қару-жарақтар болды. Мысалы, қамалдарды бұзатын тас лақтырғыш және от лақтырғыш қаруларды Қытайдың солтүстігін жаулап алғаннан кейін өздері пайдаланды. Екінші, қарсы жақтың ішкі жағдайы мен әскери күштерін жан-жақты зерттейтін болды. Оларға сауда керуендерін жіберіп, сол ел туралы мәліметтерді алып отырды. Сондай-ақ жаулап алған елдерінің әскери күшін, техникасын, адамдарын пайдаланды. Ал әскеріне өздері әскери істі білгіш, шыққан тегіне қарамастан батыл адамдарды қолбасшылық қызметтерге алды. Мысалы, Мұқлай, Жебе, Сүбедей деген олардың қолбасшыларын сіздер кинодан да көрдіңіздер. Сондай-ақ оларда бекеттер болды. Мысалы, ханның бұйрықтарын тез арада бір қаладан екінші қалаға жеткізу үшін бекеттер орналасты. Онда жүйрік аттар тұрды. Жүйрік аттарды ауыстырып мініп, хабарды тез арада жеткізетін болды. Екінші тапсырма: кестеде берілген тарихи тұлғалардың сөздеріменен сәйкестендіреміз және цитаталармен байланысты саяси оқиғаларды толықтырамыз. Тарихи тұлғалар: Ұрысқан. Ұрысқанның сөзі: Ақ Орданың тәуелсіздігіне мен алғаш рет қол жеткіздім. Расында да Алтын Ордадан Ақ Орданың бөлініп шығуы Ұрысқанның тұсында болды. Ұрысқан өзін Ақ Орданы тәуелсіз хандық деп жариялады. 1364 және 1375 жылдары Ақ Орданың билеушісі болды. Осы билеп тұрған кезде ол өз атынан сығанақта теңге соқтырды. Сондай-ақ Еділ бойына қарай жорық жасап, Алтын Орданың астанасы Сарайды, Қажы Тарқанды басып алды, Қама бұлғарларында бағындырды. Бірақ осы кезде Орта Азиядағы Мәуереннахр билеушісі Әмір Темірдің күшеюіне байланысты өзінің иелігі сығанаққа қайтып оралды. Өзбек ханның сөзі: бұл біз мемлекетімізді нығайту үшін ислам дінін нығайттық. Өзбек хан 1312-1342 жылдарда билік еткен. Бұл Алтын Орданың ханы. Алтын Орда ханы өзі билік еткен тұсында мемлекеттік дінді ислам діні етіп, және сондай-ақ қалаларда ғимараттар мен мешіттер салдырып, қаланы көркейтті. Қалаларда медресе салдырды, мұсылман дінінің таралуына себін тигізді. Ол өзінің Египет сұлтанына жазған хатында өз елінде дінсіздердің азайғанын хабарлаған. Келесі тарихи тұлға Тоқтамыс. Тоқтамыстың айтқан сөзі: Әмір Темір болмағанда Мәскеу біздің астанамыз болар еді. Тоқтамыс 1380 жылы
және 1395 жылдары Алтын Орданың ханы болды. 1380 жылы Куликово даласында Ресейден Мамай әскері жеңіліп қалды. Осыны пайдаланған Тоқтамыс Алтын Ордаға хан болды және өзінің билігін нығайту үшін 1382 жылы Ресейге жорық жасап Мәскеуді өртеді. Және осы кезде Тоқтамысты Әмір Темір қудалай бастады. Себебі Тоқтамыстың өзі бір кезде Әмір Темірді жағалап, соның күшіменен билікке жетсе, енді күшейіп алғаннан кейін Әмір Темірге бағынғысы келген жоқ. Ал Әмір Темір болатын болса, оған 1389 жылы, 1391 жылы және 1395 жылдары шабуыл жасап, екеуінің арасындағы соғыстың нәтижесінде Тоқтамыс жеңілді. Әмір Темір бұның айтқан сөзі: мен әлемді жаулап алмағанда, олар бізге қылыш көтерер еді. Шындығында да Әмір Темір дүние жүзінен 27 елін жаулап алған әлемді жаулаушы. 1370 жылы Мәуереннахрды басып алады. Сол Мәуереннахрға 35 жыл бойы билік етті. Әсіресе Қазақстан мен Қырғызстан аумағына, Шығыс Дешті Қыпшаққа, Жетісу мен Тянь-Шаньға жасаған басқыншылық жорықтары аса қатыгездікпенен жүзеге асырылды. Оның жаулаушылық соғысы 1405 жылы Отырар қаласында аяқталды. Сол Отырар қаласында өлді. Достар, мен сіздерге БЖВ-дан тегін консультация жасап отырмын. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздерге БЖВ-дан жақсы баға алуларыңызға сәттілік тілеймін.